Бейнеуде күт бастауы берекенің, ерлерің мойындатқан ер екенін, үстірттің үстін жайлап алғасын ба, сезіліп тұрады әркез өр екенің. Өте орынды биыл біздің ауданымыздың 50 жылдығы. Осыдан 50 жыл бұрын біздің Маңғыстау облысы құрылды, оның құрамында осы Бейнеу ауданы құрылды. Ол аудан құрылғанда өзі бір ешқандай ел жоқ, жер жоқ, жерден құрылмайды. Оның алғашқы негізін салушылар болады. Сондықтан 50 жылдың ар жағындағы тарих болады. 50 жылдың ар жағындағы тарих. Енді бұл жалпы Бейнеу өңіріне келетін болсақ, бұл анау алғашқы кәдімгі адамзат пайда бола бастағаннан бастап бұл жерде ел болған, бұл жерде өркениет болған, ежелгі қалаларымыз бар. Бұл жердің ежелгі тарихы бар. Оның жаңағы мысалы біздің жерімізде Сам шаһары, Жезді деген қала, мынау Тоқсанбай деген жер бар. Сол Тоқсанбай жердегі ежелгі қалалар, сосын біздің мынау Белдеулі, Білеулі деген керуен сарайларымыз бар. Сосын мына Ақпан үйіктер бар, Ақпан үйгі деген үйік бар. Бұлардың барлығын кезінде осы археологтар зерттеп, бұлардың жаңағы қандай не нәрсе, соның қала орын болған бұл үйіктің мынау өте ерте замандағы Сақ тайпасының жауынгері жерленген, соны анықтаған. Мысалы біздің мына Ақпан үйгі деген үйік бар. Бұл үйікке Зейнолла Самашев бастаған Қазақстанның мықты археологтары зерттеу жүргізді. Мен ол зерттеу жүргізгенде мен өзім барып көрдім. Сонда бұл үйікке кезінде кәдімгі алтын киім киген Сақ жауынгері, Сақ көсемі жерленген. Қоңырат жолы пайдалануға беріледі. Міне осыдан бастап енді индустрияға бет бұрады. Енді сонымен мысалы бетіп қарасаң, 63-тен 75-ке шейінгі аралық. 73-те біздің неміз Бейнеу ауданы құрылып тұр. Сол енді мысалы 73-тен бері қарата енді Бейнеу ауданының 50 жылдығы болып саналады. Мінекей, ол кезде де ауданның ең алғашқы басшылары тағайындалып, мынау құрамында ауылдар беріліп, соның аудан құрылған жылдарда мынада Сарғамыс деген прорываневті ол да біздің ауданымызға қараған. Соншама мұнай өндіріп тұрған. Мінекей, алғашқы сол мына теміржол салынған кезде, қазіргі Абай орта мектебі, теміржол мектебі болып алғашқы құрылған. Одан кейін мектептер жаңағы көп мектептер салынып, енді содан кейін біздің өзіміздің тәуелсіздік алғаннан кейінгі күні бүгінге шейінгі аралық тағы бір бөлік болып қарастырылады. Өткеніңіз бүгін болмайды, көнесіз жаңа болмайды деп, мінекей Бейнеу ауданның 50 жылдығы осылай аталып отыр. Енді энциклопедия жазылды. Бұл Бейнеу ауданының әкімі Бейнеубек Көңілқосылы Әбіловтің ұсынысымен, тапсырмасымен басталған тұңғыш анықтамалық энциклопедия. Бұл уақытқа шейін энциклопедиясы Бейнеу ауданының болған жоқ. Енді бұл жаңағы манағы айтқан жылдарға бөлініп қарастырылды. Барлық саласы, экономикасы, өнері менен мәдениеті, баспасөзі мен әдебиеті, денсаулық сақтау саласы, спорты. Енді былай қарасаң, біздің Бейнеу ауданы жалпы 4 тараптан жолдары тоғысқан, темір жол да бар, бұның тас жолы да бар, мынау мұнай газ айдау магистралдары да бар. Сондай бір шалқыған жер. Бұл араның ең бір ерекшелігін арнайы айтайын деп отырмын. Бұл Бекет атаның мешіті салынған 5 елді мекен бар. Ол Бекет атаның мешіті 5 жерде бар. Соның ішінде елді мекеннің қасында мешіт салған осы Бейнеудегі Бекет ата мешіті біздің үлкен байлығымыз болып табылады.
рухани байлығымыз күні бүгінге шейін қызмет етіп жатырған.